Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Бүгін каналымызда жаңғақ және алма қосылған шоколадты пирог жасаймыз. Дәмді және тәтті болып шығады. Бізге керек заттар: бұл жерде алдын ала електен өткізілген ұн, жаңғақ және алма барлығын аршып алдын ала турап алдым. Сұйық май, айран, жұмыртқа, құмшекер және какао, қопсытқыш деген заттар. Әуелі ыдысымызға жұмыртқаны салып, шым-шым тұз қосып, миксердің төменгі жылдамдығынан басып миксерлейсіз. Құмшекерді 3-4 бөліп салу қажет, сонда жақсы тез ериді. Оның үстіне сіздің жұмыртқа алмасаңыз да жақсы көтеріледі. Жұмыртқалы масса осылай аппақ болып, бастапқы қалыптан 3-4 есеге дейін көлемін үлкейту қажет. Міне бізде дайын болды. Енді бұны бір шетке қоя тұрыңыз да, айранға соданы қосып, жақсылап араластырып алыңыз. Реакция беріп, айраныңыз көпіршіп, ұлғая түседі. Дайын болған айранымызды құямыз. Үстіне өсімдік майын құйыңыз және бір 15-20 секундтай араластырып жіберіңіз. Одан кейін ұнға қопсытқыш пен какаоны қосып, осы құрғақ ингредиенттерін бірінші ыдысында араластырып алыңыз. Одан кейін барып ақырындап 3-2 бөлікке бөліп, жаңғыдай жұмыртқалы массамызға қосып миксерлейміз. Есте сақтаңыздар, ұнды қосқаннан кейін миксерлегенде әрдайым төменгі жылдамдықта миксерлеу қажет. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді бұған әуелгі баста дайындап қойған жаңғағымыз бен алманы қосамыз. Және күрекшенің көмегімен араластырып алыңыз. Осы сәтте пешіңізді 180 градусқа қойып, қыздырып қойыңыз. Бұл ыдыстың диаметрі 21 см. Енді дайын қамырымызды құйып, 30-35 минутта 180 градуста пісіріп алыңыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Пісіп шыққан соң бірден қалпынан шешпеңіз. Осы ыдысында бірінші кішкене болсын салқындап алсын. Менде қазір жылы күйінде тұр. Осылай тез ыңғайлы ашылу үшін жан-жағын пышақпен бірінші кесіп аламын. Одан кейін қалыптан шешемін. Міне біздің пирогымыз толықтай дайын болып пісіп шықты. Өте сондай ароматты болып тұр. Бұдан тіпті кейде пирогтарды мен ортасынан кесіп, арасына крем қойып, тіпті тортта жасап жіберем кейде. Осылай бетіне сахарный пудра, яғни қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Егер де сізге осы видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал каналдың дамуы үшін подписаться кнопкасын басып, досыңызбен бөлісе жүріңіз. Бұл сіз үшін жай ғана тіркелу, ал мен үшін үлкен құрмет. Құрметті көрермен, видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Келесі видеода кездескенше.